Міне құрметті тұтынушы, заказ беруші, тапсырыс беруші деп айтсақ қой. Міне біздің блогын бәрін қойдық. Енді бұл жерде утепление қалай болады десеңіздер, міне былай болады. Біз бағана көрсеткендей сыртын міне каркасын құрдық қой. И мына арчақ каркасы артында утепление болмайды. Бұған фата кетеді міне. Барлық жеріне каркас құрылған, міне барлығына фата кетеді. Екінші бұл бірінші слойымыз. Екіншіден пеноплекс, міне пеноплекс кетеді. Бұл мына бетіне каждыйның несіне қойылады. Двойка. Одан ары қарай бетіне мынандай фольга кетеді. Мынандай тепловод дейді, мысалға ашка-бешкада бөлінеді, осындай бетіне мынандай фольга жіберетін боламыз. Бұйырса екінші балконды гипсокартонмен жасаймыз, сол кезде тағы да көрсететін боламыз сіздерге. Мынау ремонт жасалынып жатқан үй. Полда осылай кетті, утеплениясы осылай болады. Арчақ каркасы құрылған, ертең артын бәрін обшивка жасаймыз, откосын бәрін жасаймыз мына жерде. Барлығын мынау біздің жасалып жатқан жұмысымыз. Барлығын сіздерге көрсету мақсатында сырты. Бұл бұрынғы балкон ар жағындағыдай болған. Міне коньер бәрін орнатып жатырмыз. Терезе біз өзіміз қойдық. Функе немецке қойып жатырмыз. Бұл енді пятикамерный тапсырыс берушінің қалауы бойынша өте качественный материалдан беріп жатыр. Міне сіздердің утеплениеңіз осылай болады. Тағы да түсіретін боламын.